Баршаларыңызға қайырлы күн, қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тұрақты болмай кеттім, енді алдағы уақытта тұрақты боламын. Бүгін сіздерге тойға арналған бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Осы күнге дейін 1,5 жыл уақыт болыпты мастер-класспен айналысып жүргеніме. Осы жолы YouTube оқырмандарыма тегін рецепті ұсынамын. Тойға арналған жұмсақ бауырсақтың рецептісімен бөлісемін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен апара дайындаймыз. Жылы суға тұз, қант, ашытқы яғни дрожж қосып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Біздің суымыз жылы болу керек. Енді қараңыздар, апараның мына жерде екі түрі, біреуі онша көтерілмеген вообще. Бұл дрожждың срок өтіп кетуі, дрожждың күшінің аз болуы және судың ыстық болуына да байланысты болады, көтерілмей қалған жағдайда. Ал апара бізде дәл екінші кеседегідей толық көтерілуі керек. Сонда бұл біздің қамырымызбен өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Ал енді қамырды илеп бастаймыз. Жылы сүт, апарамызды құямыз. 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып қосамыз және майонез. Майонез біздің бауырсағымызды жұмсартады, қыздар. Сол себепті басты құпия бұл жерде майонез. Бір кезде ұнды салып, жақсылап бірінші араластырып сұйық масса болады. Одан кейін барып, ұнымызды қосып, қолыңызбен асықпай араластыра отыра жұмсақтау қамыр илейміз. Бұл жерде қамыр кішкене қолға жабысады. Мына жерде мен негізі сұйық май құйыңыздар. Бұл жерде оливка масло құйып жүрдім, мен шатасып сұйық май құясыздар, сонда ол қатты қолға жабыспайды. Ең соңында қолыңызбен бір уыс ұнды алып, қамырды дәл видеодағыдай айналдырасыздар. Прям майдан кейін ұн қосып, жақсылап айналдырғаннан кейін қамыр идеальный болады, қыздар. Қолға онша жабыса қоймайды. Енді керемет жұмыс жасайды. Осылай барлығын жақсылап дайындап болған соң бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтеруге қалдырамыз. Негізі пешке қоямын, мен әрдайым пеште 5 минут ыстық қылып аламын да, сосын салып қоямын. Жылы жерде тұрады, жылы жерде өте жақсы көтеріледі, қыздар. Осылай көтеріп дайындап қойсаңыздар болады. Қамырды 2 бөлікке бөліп, күлшелеп дайындап аласыздар. Оны ауылдық жерлерде күлшелеп деп те айтады, кейбір жерлерде әртүрлі айтады. Қатты нығыздап тастамаңыздар. Өйткені бізде құрамда дрожж болғаннан кейін нығыздап тастасаңыздар, тас болып, ортасы онша көтерілмей, сіңір сияқты болып қалады. Ұнмен астына жақсылап ұнды сеуіп, қамыр қойып, оның үстіне де жұқалап ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаясыздар. Оқтауды ортасына көп апара бермеңіздер, барынша шетіне қарай қатты жұқалмайсыздар. 1-1,5 сантиметрлей қалыңдықта жайсаңыздар болады. Домалақ формамен кесемін, артық қамырды алып, жақсылап бір-бірінің басын қосып, бетін жауып қалдырам, оны да пайдалана берсек болады. Дәл видеодағыдай бетін жауып қойыңыздар. Матамен болсын, пакетпен болсын, бетін жауып, біздің қамырымыз көтерілгенше 20 минутқа қалдырасыздар. Бірінші сұйық майды құйған кезде қатты назар аударамыз, қыздар. Қыздырамыз. Сосын біздің бауырсағымызды салғаннан кейін оттың астын өте баяу отқа қоямыз, яғни орташа отқа қоясыздар. Біздің бауырсағымызды салып болғаннан кейін шанышқының немесе мен сияқты таяқшамен енді салғаннан кейін 1 минут, 1-2 секунд, минут емес секунд өткеннен кейін екінші бетіне сразу аударып жібересіздер. Сонда домалақ болса да келесі бетіне аударылмай қалмайды, не болмаса екі шеті ағарып қалып кетпейді. Дәл видеодағыдай айналдырып отырып пісіресіздер. 2-3 мәрте осыны қайталап, жай отта пісіресіздер, қыздар. Қатты отта ауылдағыдай пісірмейміз. Бұл той бауырсақтары, яғни тойханаларда дәмінің өзі ерекше. Ауылдың бауырсағы мен тойханадағы бауырсақтың екеуінің дәмі екі түрлі, қыздар. Міне осылай 1-2 бетін аударып пісірген кезде осылай томпиып көтеріледі. Сосын барып, жақсылап майын сорғытып алып, пергамент қағазына немесе салфеткеге қойып, бауырсақтарымызды рет-ретімен қоямыз. Сосын үстіне қойып тастамаңыздар. Бөлек-бөлек тұру керек. Сонда бауырсақтың көлемі пәс болып қалмайды.
майы сорғалап бірінің бірінің үстіне жұқпайды. Осыған қатты назар аударыңыздар, қыздар. Менің отымды қараңыздар, өте баяу отта тұр, и бауырсақ идеальный болып, әдемі болып көтерілді. Осылай сүзгішпен жақсылап сүзіп аласыздар. Осымен біздің бауырсағымыз дайын. Каналым ұнап жатса тіркеліңіздер, жұмсақ болып шығады. Әрі арасы пустой емес, толық қамыр емес, өте жеңіл бауырсақ. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналым ұнап жатса подписаться батырмасын басып, видеоға лайк басып, пікір жазуды ұмытпа.